Сәлем сәрсен бірге мен Зак. Короче говоря, біз қалада тұрып жалғастырамыз. Осы уақытқа не болғанын білгілеріңіз келсе, онда просто лайк басыңыз осы видеоға. Лайкты осы видеоға точно басу керек сендерге. Осыған дейін не болғанын білсе. Осылай қалай істегенін білгіңіз келсе, онда осы видеоға просто лайк басуларыңыз керек. Просто. Жай айтып берейін не болған осы уақытқа дейін. Короче, былай болды. Мен мына гараж емес бардым да житиға барып креативті сатып алдым. Креатив сатып алғаннан кейін міне осылай мен қазір жүрмін. Креатив это қызық, бірақ креативпен мен не то что жай ғана істеу үшін, мен креативпен үйді стройки істеймін. Короче, креативпен сатып алдым. Алдыңда бірінші серияның жалғасы бұл. Мен бірінші серия не болғанын білмесеңдер, бірінші серияда мен осы үйді сатып алып қалаға көшіп келген болатын. Өзім бірінші қыркүйекте танысқан болатынмын. И бүгін сол айтып едім, келесі серияда мен сендерге осыны жинап берем деп. Егер бірінші серияны көрмегендер болса. И достар, мен қазір не істедім, не өзгерістім білесіздер ме? Міне қараңыздар, осындай жасадым. Холодильникте атады осындай заттармен, и осындай заттарды аласың. И короче, осындай. И менің заттарым осылай. Міне менің креативті заттарым білген десем, міне мынау креативтің кілті. И және де креативтің бүкіл аналары мына книжкаларды бар, солда бүкіл креатив не істеу керегін көрсетеді. Мына менің телевизорым, егер білмесеңіздер. И мен қазір өз комнатамды істеуге барам. Өйткені мен бірінші гаражбен кухняны істеп тастаған болатын. Ал мен қазір өз комнатамды істеп барам. Өз комнатамды таппай қалдым, негізі бар отырсыздар. Ал ендеше кеттік. Міне мынау менің комнатам. Табличкаға қойын. Ал достар, енді ең важный зат. Мен мында әппақ бола берсін. И әппақтың жанына мен осы көк шерістпен істейтін болам. Осы көк шеріст мені қуантатын болады. И осы көк шерістпен короче есе қоямын да. И осылай бізде болады, короче, да. Міне. И міне. Болды. Короче, осы көк шерістпен істедік міне. И егер мынау мынаяқта болса, менікі мынаяққа десесің, ақыры көп екен ғана. Короче, нормально деп ойлаймын. Нормально так істеп тастадым. И мынаяқты басқа не істеймін пока что. И төсегімнің шерістерін ауыстырамын деген сендерге, я. Төсегімнің шерістін мен басқа бір цветке өзіме ұнамайтын цвет емес. Мен где-то оны давайте как сделаем его сұр. Сұр маған ұнайды негізі цвет. Ал ендеше мынаны сындырып тастаймыз креатив арқылы сразу. И сұр өзінің мындаса қоямыз, короче. Маған сұр больше ұнайды и больше келетін сияқты. Бірақ көкпен келмейді әрине. А бірақ сұр кроватьта ғаннан кейін келеді. Міне сұр. Вот этот. И вот так. Мне вот так. Нормалек. Как раз подойдет. И мында өзімнің гүлімді істеймін. Мына гүл. Қараңыздар, достар. Неге осындай аз қупан. Сонда мен аяғым суға жерге тиіп кетсем, сонда үшін бе? Мен қазір бетем. Осы жерден өзіме арналған мына коверлармен, короче, ковер, короче, осыған дейін міне ковермен істеп тастаймын. Айпесе мен деген судан шыққаннан кейін бірінші басып кетсем ше. Сонда да міне істеп тастадым бүкіл жерлерін сарымен. Ақпен сойдет, ақпен любой сойдет негізі. Осылай. И мына жақтан сомбылдам үстіп. Қазір неге сомбылдым, жоқ қадым. Осылай аяғым тоңып қойды. Қазір сүртініп алайын. Короче, сүртініп алдым. Ал енді не істеу керек маған? Өз комнатамды істеп тастадым вроде. Шкафның цвет ауыстырмадым ғой мен.
неге менің шкафым қалай десе болады мынандай бір-ақ сундук ұқпадым. Дайте мне 2 сундукка. Вот такой будет мини-шкаф. Или вот это надо убирать. Да, лучше надо убирать его. И достар, мен қазір өзіме дверяк. Давайте қандай дверь алсақ болады? Мынандай дверь алайық. И былай пык-пык. Нормально так поставил, да? Да, нормально поставил. И пык. Пык-пык-пык. А эта штука не открывается? Не открывается. Тогда вот так надо сделать, да? Короче, что за бред я сделал? Не знаю, что за бред, но это точно бред. Вот такой-то у меня шкафчик получился. Ну, нормально. Нормально такой старый шкафчик. Вот это минука и болт. Мына жапсақ. И пока что мына жақ менде осындай комната жоқ, мен ешкім қыз емес. Сонда да бұл комнатаны мен убирать етіп тастаймын. Оның орнына мен өзіме гейм-рум, яғни компьютермен отыратын жерімді салсам болады. И мынаны так короче, осындарын істесек қой. Короче, так себе комнату сделал. Вот такой сделал. Короче, мынау не все, короче. Вроде нормально так сделал. Достар, мынау қазір енді міне 6 математикасы болды. Все, мынақтың бәрі 6 достар. Енді ойлаңыздаршы. Сосын мен оңайып тұрмын. Мына 6-қа, мына жақтағы 6-қа. Қазір егер мен басым істеймін. Здесь все. Мен басым істемейді, короче, достар. Менің точно басым істемейді. Мен басым істесе, я думал. Ал, короче, ананы каменмен ауыстыру керек болады, достар, маған. Қазір мен соны сделаем. Короче, каменмен ауыстырам. Каменмен ауыстырайым. Хоппаля. Короче, күшті ғой. Мен, короче, оны каменмен ауыстырып тастадым. Енді мына заттардың бәрін өзіме салам, чтобы креативті өте қымбатқа сатып алдым осы да. Енді мына халам баламды салайын. Короче, осы жерде. Тут креативті, хотя бір не салып аяқта. Пусто емес, енді маған өзім шкафтарым емес, бүкіл аса қой керек. Короче, осындай бір комната. Короче, жып-жылы осындай комната болады, осындай печкамен. Ал ендеше ары қарай кеттік. Міне осындай комната жасап тастадым. И мына жаққа өзімнің комнатам жасағам. Міне мына жақ осы комнатаны ауыстыру керек дегенмен, мына жаққа нормально сұр емес, осы жақтан нормально менің досыма арналған комната жасауым керек қой, қонақтарға арналған. Ал ендеше жасап тастайық. Қараңдар. Хоп. Қараңдар, бүйтсем ғой. Фокс. Яғни фокс. Мені қараңдар. Осындай что-то получилось у меня. Менің мастерсам ғой деп қойсын. Өтірік бір не істеп алсың ғой, короче. Мынандай істеп сағасың, короче. Мына жақтың бәрін істеп сағасың. Кровать тарсаңыздар, ең главный қарсаңыз. Ап жақтан. Міне осындай менің кроватым получилось. Оған осылай тоқтайды. Міне осы жерде қап-қара. Осындай аппақмен жасадым. Міне осындай, короче, мынаның бәрін жасадым. И осындай сундук жасадым. Міне осы бар ерекшелігі. Ал ендеше осы комнатаны болдық. Енді мына комната қалды. Осы комната балаларға арналған. Бұл жер жөндеу ештеңе жоқ. Сонда да бұл жерде біз тек қана бір нәрсені жөндейміз. Бұл жақты, короче, бітеміз.
Короче, вот такой. Короче, вот такой у нас получился нормалек деп қоямын, достар. Ендеше нормалек. Ал бітті. Үймен өзгерістің бәрін бітірдік. Вроде деп айтып алмаймын. Өйткені қазір мына жаққа бірнеше жасап тастау керек. Қазір дәл қазір көрсетемін. Холя. Оля. Не көріп тұрсыздар? Мына қарасаңыздар, мына. Қараңыздар, мына екі фотоны қараңыз, мына үлкен свинья тұрған. И анау скелет тұрған фотоны қараңыздар. Күшті ма? Күшті ма? Күшті. Мен осының бір фотомен істелінген және осыны қара коверса қойдым. И осы коверден кейін міне мына жақта алдым да, осы жаққа да осылайша қойдым да, ана жаққа істеп тастадым. Короче, осымен бүгінгі ролик аяқталған жоқ. Қазір мен балконмен тағы артта бір нәрсе істеймін. Мүмкін арттағы бассейнге бір нәрсе қосамын. И соның барлығын қазір айтайын. Алдымен шығу керек біздің аяқтан. Артқы жағымды өңдеу керек енді. И достар, мына жерге қазір қара ковер істепсем қойдым, осы жердің бәріне кетті. Короче, осылай істепсам, мені қап-қара қылып. Енді осы бассейнмен бір нәрсе істеуіміз керек. Короче, вот так бассейнмен придумал что-то. Короче, осылай мен қараңыздар. Инструкциясы очень оп-оңай. Қараңыздар, мен осылай, короче, айналдырып жүрдім бір рөлісін. И вам покажу сейчас. Короче, осылай шығасыңдар. Міне осылай. Міне осылай. Міне осылай. Және осылай. Секіресіңдер. Осылай болады. Короче, осындай менің қазіргі инструкциям пока что. И біз қазір артқы забор жасайтын боламыз. Не, жасайтын боламыз. И, короче, қайдан жасаймыз дейсіңдер? Міне мына жерден жасаймын. Осы жерден, в принципе, нормально. Ең болатын жер. И, в принципе, осылай, міне. Осылай. И қазір алып баруымыз керек. Короче, мен үйтіп жасадым. Міне үйден осы жерден шығып былай шығатын. Және осы жерден, міне қараңыздар. И, короче, осылай осы жолға дейін апарады. Короче, ана жолмен мектепке барады. Міне осындай жасап тастағасын, короче. Үйдің ешқандай стилі өзгертін келмейді. Мына стильдерін әдемі тұр негізі. И мына бағаналарын осып тастауға болмайды. Басқа ең әдемі түрі осы, короче, үйдің. Мен қосып тастадым үйге заттарды. Ал достар, енді мен қазір скоро жаңа жыл екен, білесіздер ғой. Скоро жаңа жыл. Реальность жизни, бірақ мына жақта әлі 2 қыркүйек бүгін. Бірақ мен бүгін сабаққа барған жоқ. Мен бүгін сабаққа барған жоқпын ба? Не? Ұмытып кеттім ғой мен бүгін сабаққа баруды. Ертең точно баруым керек. Ертеңгі күн менің сабаққа барумен басылатын, білесіздер. Ал сендермен болған мен Зак, сендермен болатын да мен Зак емес. Сол біз әлі елка істеген жоқпыз. Короче, біз елка істейміз қазір. Короче, осылай міне мен елкам получилось енді. Мен айттым, оны айтпадым ба білмеймін. Короче, бүгін қыстың бірінші күні, сол қыстың бірінші күнін күшті өткізіңдер. Нормально өткізіңдер. Міне біздің елка. Мен енді екінші ертең шыққан видеомда мен сабаққа барам, өзі қыста еще мына жақтың бәрі қар болады. Ол кезде мына күн болмайды, мен мына күн. Короче, сделаем так. Погода, гроза, то есть гроза. Давайте гроза сделаем. Здесь нету снега, да? Да нету снега здесь. Погода. Қоссакен. Ну, біз осылай қалдырамыз. Ал ендеше сендермен болған мен Зак. Ал ендеше сау-сау.